Нейропедагогика, ақпаратты қабылдау типтері. Оқу процесі адамның іс-әрекеттері арқылы жүйке жүйесіне жетеді. Оқу процесі дұрыс әрі тиімді болуы үшін баланың ақпаратты қабылдау типтерін білуіміз керек. Жер бетіндегі адамдардың ақпаратты қабылдауының 4 типі бар. Біріншісі визуал, екіншісі кинестетик, үшіншісі дигитал, төртіншісі аудиал. Визуал дегеніміз ақпараттың көп бөлігін көру арқылы қабылдайтын адам. Негізгі сезім мүшесі көз. Кинестетик адам ақпаратты басқа сезімдер арқылы иіс, жанасу, сипап сезу және де қозғалыстар арқылы қабылдайды. Оның негізгі сезім мүшесі қол. Дигитал адам ой құрылым маңызды. Ақпаратты логикаға салып, сан, таңба, белгілер арқылы қабылдайды. Негізгі сезім мүшесі ми. Аудиал адамдар негізгі ақпаратты есту арқылы алатын адам. Негізгі сезім мүшесі құлақ. Жер бетіндегі визуал адамның пайызы шамамен 40%-ды құрайды. Олар ақпаратты фильмдер, суреттер, кестелер, тірек сызбалар арқылы қабылдайды. Ал кинестетик адамдардың пайызы шамамен 30%-ды құрайды. Ондай адамдар ақпаратты жаттығулар, зерттеулер, белгілі бір іс тәжірибелер арқылы қабылдайды екен. Аудиал адамдардың шамамен 20%-ды құрайды. Олар ақпаратты лекция түрінде, түсіндіру, оқу жұмыстары түрінде қабылдай алады. Жер бетіндегі адамдардың зерттеулерге сүйене келе 10%-ы дигитал адам болып табылады. Олар ақпаратты өздік жұмыс, эссе жазу, шығарма жазу, реферат жазу, зерттеу жобалары сияқты түрлер арқылы қабылдай алады. Өздеріңіз көріп тұрғандай, визуал адамдар көру арқылы, аудиал адамдар есту арқылы, кинестетик адамдар сипап сезу арқылы, дигитал адамдар логикалық ойлау арқылы, яғни миын жұмыс ету арқылы ақпаратты қабылдай алады. Енді бұндай балалар сабақ үстінде шуласа немесе тәртіпсіздік жасаса, қалай ескерту жасаймыз? Визуал балаларға басымызды шайқау, саусағымызды тыныш деп қимылдату арқылы ескерту жасай аламыз. Ал аудиал балаларға жай дауыспен ескерту береміз. Кинестетик балаларға қолыңды иығына қою арқылы тыныштандыруға болады. Дигитал балаларға өтініш айтамыз. Сонда ол балалар бізді түсініп, ескертуімізге құлақ асатын болады. Енді осы балалардың қай типке жататынын анықтай аламыз ба? Ол үшін сіздерге мына анықтау тестін ұсынамын. Енді жауап бермес бұрын оның көзін қай жаққа бұрғанын қадағалаңыз. Яғни біз балаға сұрақ қоямыз. Баланың көзі қайда қараса, соған қарап оның қай типке жататынын анықтай аласыз. Көру бағытына байланысты адамның қандай бейнелер жасайтынын айтуға болады. Визуалды, аудиалды немесе кинестетик. Егер көзқарас жоғарыға бағытталса, онда бұл визуалды бейнелерді қалыптастыру, сурет салу, яғни визуалды типтегі бала болады. Егер көзқарасы төмен қараса, бұл адамның өз сезімдері менен
басқалардың сезімдерін тыңдауға тырысатынын білдіреді. Яғни мұндай бала кинестетик болады. Егер көзқарас тікелей немесе солға, оңға бағытталса, жоғары төменге, құлаққа қарай қараса, онда бұл дыбыстық бейнелерді қалыптастыру туралы айтады. Яғни бұл бала бізде аудиал болады екен. Мысалы, біз балаға сұрақ қойсақ, сенің хоббиің не дегенде, бала ойлану үшін оңға, солға, немесе жоғарыға, төменге қарайтын болса, осы көзқарасы арқылы баланың қай типке жататынын оңай анықтауымызға болады екен. Аудиал, бұны қазақшалап айтқанда сақ құлақ бала дейміз. Ол тіптен білінер-білінбес сыбдырды да естіп қояды. Жер бетіндегі адамның 10-12% ақпаратты құлақпен қабылдайды. Кинестетик мұндай типті адамдар өте аз, 3-5% құрайды. Ақпаратты белгілі бір іс-әрекет негізінде қабылдайды. Визуал қабылдау жүйесі 80-85% адамды құрайды екен. Олар барлық ақпаратты көз арқылы қабылдайды. Ол үшін бізге Винни-Пух ертегісін немесе мультфильмін алсақ, бұл жерде қоян визуал адам, үкі аудиал адам, Винни-Пух кинестетик адам, есек дигитал адам. Яғни ол іс-әрекеттің бәрін қимыл қозғалыс арқылы қабылдайды екен. Яғни осы Винни-Пух мультигіндегі кейіпкерлерді ақпаратты қабылдаудың 4 типіне осылай сәйкестендіруімізге болады екен. Осымен сіздерге арналған бүгінгі таныстырылымым аяқталды. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Менің каналыма подписка жасап, лайк басып кетіңіздер. Келесіде сіздерді нейропедагогикалық ойындармен таныстырамын. Ол үшін маған подписка жасап, комментарий қалдыруларыңызды сұранамын.